Сәлеметсіңдер ме, 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 7-де 1 жаттығуды орындаймыз. Есепті толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараймыз. Так, ал енді бастайық. Бірінші бізде машина 72 км/сағат жылдамдықпен бір қалыпты қозғалып келеді. Егер оның моторының тарту күші 2000 ньютон болса, ол 10 секундта қанша жұмыс жасайды? Мына жерде бізде 72 км/сағатты бірінші халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырамыз, яғни метр секундқа айналдырамыз деген сөз. Бұл 72 км/сағат, ол 20 метр секундты береді. Метр секунд. Енді жұмыстың формуласы бұл F көбейту S. Бізде осы жерден бізде S, яғни жүрген жолды табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеді екенбіз. Бірінші осы формуладан S-ті тауып алайық. Жүрген жолды, яғни 20 метр секундты 10 секундқа көбейтеміз. Сонда 200 метр шығады. Кейін мынау жұмыстың формуласына қоямыз. Бізде F, яғни күш 2000 ньютон. 2000 ньютонды S біз жаңа таптық, 200 метрге көбейтеміз деген сөз. Сонда 400 мың шығады екен, 400 мың джоуль шығады. Бұны біз былай жасақ болады. 0,4 мегаджоуль немесе 4 көбейту 10-ның 5 дәрежесі джоуль. Ал енді екінші есепті шығарамыз. Бізде тереңдігі 5 метр су түбінде жатқан, көлемі 0,6 метр куб тасты су бетіне көтеру үшін қанша жұмыс атқарады? Соны табу керек. Так, мынау бізде тастың тығыздығы, мынау тастың көлемі. Так, енді жұмыстың формуласын жазайық. Бұл бізде А тең болады F көбейту S-ге. Бұл жердегі S бізде H болып тұр. Сонда F көбейту H деп жазсақ болады екен. Енді осы жердегі F-ті табуымыз керек. Мынау бізде суретін салып, мынау тас болса, судың түбінде жатқан, осыны көтеру үшін бізде екі күш әсер етеді. Біріншісі бұл мына жақтан ауырлық күші, біреуі екіншісі көтеру күші. Бұл судың көтеру күші. Енді мына екеуі бір-біріне қарама-қарсы болғандықтан F-ті табу үшін біз екі күшті азайтамыз. F ауырлық күштен F көтеру күшті азайтады екенбіз. F ауырлық күштің формуласы бұл бізде mg-ға тең. Ал F көтеру күштігі бізде ρ судікі, g v, бұл тастікі. Енді осы жерден F-ті табамыз, орындарына қойып. F тең болады. M-нің орнына бізде M-нің формуласы ол ρ v-ға тең. Мынау тастікі, бұл да тастікі. ρ тас, v тас, g минус ρ су, g v тастікі. Осы жерден g v тастікін шығарып жіберсек, ρ тас минус ρ су қалады. Енді қоямыз орнына. G бізде 10-ға тең, бұл тұрақты. V тастікі 0,6 берілгенде бар. 0,6. Мынау ρ тастікі 2500. Ρ судікі бұл тоже 1000-ға тең болады, тұрақты сан. Осыдан бізде 9000 ньютон шығады екен. Енді осы F-ті мына жаққа кеп қойып, А бізде тең болады. F-H-ті қоямыз, яғни 9000 ньютон көбейтеміз. H 5, бізде берілгенде 5 метр. Сонда 45 джоульға тең. 45 мың джоульға тең. 45 мың джоульға тең, немесе 45 килоджоуль деп алсақ болады. Соңғы есепті шығарайық. Бізге күш 400 ньютон күш берілген, 0,8 метр жылдамдықпен 1 сағат қозғалғанда қанша жұмыс жұмсайды, соны көрсетуіміз керек, табуымыз керек. 1 сағатты секундқа айналдырамыз, бұл бізде 3600 секундты береді. Жұмыстың формуласы А тең F көбейту S-ге тең. Осы жерден бізде S-ті табуымыз керек. S-тің формуласы V көбейту T-ға тең. Бізде жылдамдық ол 0,8 метр секунд, көбейтеміз 3600 секундты. 2880 метрге тең. Енді жұмыстың орнына, то есть жұмыстың формуласына қоямыз. F бізде 400 ньютонды көбейтеміз 2880 метрге. Жоқ, шамамен алғанда 1,2 көбейту 10-ның 3 дәрежесі килоджоуль деп жасақ болады екен.